Еңбек мемлекеттік бағдарламасының қалай жүзеге асатыны белгілі болды. Бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері оны тәптіштеп түсіндіріп берді. Бұдан былай жұмыс істеген адам құжаттарын арқалап, мемлекеттік мекемелердің есігін тоздырып жүрмейді. Жалақысы лайықты жұмыс іздеу немесе курс оқуға өтініш берудің барлығы енді электронды түрде өтеді. Яғни әркім үйінде отырып ақ интернеттен көре алады. Еңбек нарығындағы бұл жаңашылдықтарды тілшіміз Ербол Тұрымбет айтып береді. Әлібек Ахмадиев не 42.500 теңге жәрдемақы ала алмай, не тұрақты жұмыс таба алмай жүрген жандардың бірі. Аяғы жарақаттанып, соның кесірінен бұрынғы істеп жүрген жұмысына жарамай қалған. Сөйтіп, жұмыссыз ретінде мемлекеттік жәрдемақыға өтініш берейін десе, онда жұмыссыз деген санат қарастырылмапты. Сол сайтқа кірсем, оларда екі категориясы бар. Қандай? Бірінші, сол ана өз жұмыс істейтін самозанятый, бірінші категория. Екінші, ана ЧП, ИП, ТО деген сол жұмысшы. Мен оларға ешкімге оларға жатпаймын, мысалы. Сондықтан жұмыссыздық мен сонда категорияны таба алмадым. Сондықтан мен заявканы жібере алмадым. Жұмыссыз ретінде еңбек биржасына тіркелген 56 жастағы кісіге мемлекет 2 айда бар жоғы 5000 теңге беріпті. Оның себебі жұмыссыз қалғандардың соңғы 2 жылдағы табысының орташа мөлшері алынады да, соның 40% төленіп отырады. Олар бұрыннан солай алып келе жатқандықтан 42500 оларға қарастырылмайды екен. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 110-шы бұйрығы бар, ол 20 наурызда бекітілген. Сол бұйрық бойынша, егер азамат жәрдемақы алатын болса, немесе біздің әлеуметтік сақтандыру қорынан жаңағы әлеуметтік төлемдер алатын болса, онда ол азаматтар кірісінен айырылмаған болып саналады да, оларға жаңағы 42500 теңге тағайындалмайды. Мемлекеттен мардымды жәрдемақы ала алмай, не жөні түзу жұмыс таба алмай жүрген азаматтар үшін енді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыспен қамтудың электронды үлгісін жариялап отыр. Ол үшін Еңбек KZ сайтына кіріп, қалаған мамандығыңыз бойынша бос жұмыс орнын таңдауға немесе сол мамандық бойынша түйіндемеңізді қалдыруға болады. Ал онда қандай бос жұмыс орындары және жалақысы қанша екені көрініп тұрады. Бұрын соңғы шешім мемлекеттік мекеме қызметкерінің қолында болатын, ал қызметкер араласқан жерде парақорлық болмай тұрмайды. Бұл мәселені шешу үшін оның үстіне қазіргі жағдай бойынша адамдардың жақын қарым-қатынасын болдырмас үшін бұл шаруаның бәрін автоматтандыру ұсынылды. Енді автоматты жүйе өз бетінше шешім қабылдайды. Жұмыс іздегендер үшін сайтта 10-нан астам сала ұсынылады. Ал өз мамандығы бойынша сайттан жұмыс таба алмағандар қысқа мерзімдік оқу оқып басқа мамандық игеруіне болады. Ондай курстар ары кетсе 6 айға дейін созылады. Қысқа мерзімді курс оқитындар үшін өңірлерде 11 мың теңгеден. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен Атырау және Маңғыстау облыстарында 27780 теңгеден беріліп отырады. Бұларға қосымша медициналық тексерістер үшін беріліп тұратын 5500 теңгесі және бар. Ербол Тұрымбет, Бағлан Игіліков, КТК.